Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода шашыңызды 1 айда 15 сантиметрге дейін өсіруге көмектесетін үздік маскалар жайлы айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мөлдір шашқа ие болғыңыз келе ме? Оңай және қолжетімді рецепттер арқылы үйде шашты халықтық емдеу әдістерімен қалай тез өсіру керек? Шаштың өсуін ынталандыру үшін үйдегі дәрі-дәрмектерді қолдану жеткілікті. Олар сізге ұзын шашқа оңай қол жеткізуге көмектеседі. Шаштың өсуіне арналған уақыт тексерілген маскалар. Бұл масканы 1 ай бойы аптасына 1 рет жасау керек. Дұрыс пайдаланған жағдайда шашты 15 сантиметрге дейін өсіруге мүмкіндік бар. Масканың жасалуы өте оңай. Негізінде қыша жатқандықтан бас терісін қыздырып, шаштың түбірінде қан жүгіртеді. Масканы жасау үшін 2 ас қасық құрғақ қыша ұнтағын ыстық сумен араластырамыз. 2 үлкен қасық ыстық су, 1 жұмыртқаның сарысы, 2 ас қасық зәйтүн майын, 2 шай қасық қант. Қант көп қосқан сайын қыша қыздыра түспек. Аталған заттардың барлығын араластырып, дайын болған қоспаны шаштың арасына, бастың терісіне жағыңыз. Шаштардың түбіне тигізбеуге тырысыңыз. Басыңызды целлофанмен немесе пакетпен орап, үстінен орамал не жылы бас киім киіп алыңыз. 15 минуттан 1 сағатқа дейін ұстау керек. Бәрі сіздің шыдамдылығыңызға байланысты. Егер қызғанға шыдасаңыз 1 сағатқа дейін ұстауға болады. Ал егер тіптен басыңыз өртеніп бара жатса 15-20 минут ұстаңыз. Назар аударыңыз. Бірінші рет жаққанда міндетті түрде 15 минут ұстау керек. Тіптен шыдамай бара жатсаңыз да. 15 минутта басыңыздың терісіне де шашыңызға да ештеңе болмайды. Көп рет тексерілген. Ал кейін үйренген соң жарты сағат, 1 сағат отыра алатын боласыз. Масканы аптасына 1 рет, егер майлы шаш болса көп дегенде 2 рет жасау керек. Масканы жылы сумен жуып, кейін сусабынмен шайыңыз. Жақсы әсер ету үшін кез келген бальзам қолдансаңыз болады. Немесе шаш өсіруді тездететін дайын бальзамдарды жағыңыз. Егер шашыңыз тезірек ұзын болсын десеңіз, масканы тым құрығанда 1 ай бойы жасаңыз. Қыша маскасы шашты тез өсіруге ықпал етіп қана қоймай, қатайтып, көлем беріп қалыңдатады. Сонымен қатар тез майланатын шаштардың мәселесін шешеді. Шаш тез кірлемейтін болады. Осы ғажайып масканы сіз де пайдаланып көріңіз. Шашты жұмсарту үшін айран маскасын пайдалансаңыз болады. Ол үшін сізге майлылығы төмен жылытылған 1 стакан айран қажет. Оны шаш түбірінен бастап ұзындығы ұшына дейін түгел жағып шығыңыз. Басыңызға полиэтилен байлап алсаңыз болады. Осы күйде 30-40 минут ұстаңыз. Одан кейін сусабынмен жеңілдетіп шайып алыңыз. Сан жылдардан бері ханымдардың көңілінен шығып келе жатқан масканың бірі балмен жасалады. Бал маскасын жасау үшін жұмыртқаның сарысын, 1 ас қасық балды және лимон шырынының тамшысын араластырыңыз. Масканы таза шашқа жағыңыз. 1 сағаттан кейін жуып тастаңыз. Бұл маскалардың барлығы шашыңыздың тез өсуіне көмектеседі. Сіздер де қолданып көріңіздер достар. Егер видео сіз үшін пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.